Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге қолөнер арнасы бүгін сіздерге қазіргі трендтегі бисерден жасалған сақиналардың түрлерін жасап көрсеткім келіп отыр. Ол үшін арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сақинамызды тоқу үшін бізге әр түстегі бисерлер қажет болады және бисерге арналған леска қажет. Сақинамызды тоқуға кірісеміз. Мен сары түсі мен розовый түсін пайдаланамын. Сіздер өздеріңізге ұнаған түсті пайдалансаңыздар болады. Және лескамызды өзімізге керегінше етіп кесіп аламыз. Ең алдымен осы лескамызға розовыйдан 4 бисер өткіземіз. Мінекей 4 бисер өткіздік. Енді сары түсінен 1 бисер өткіземіз. Енді қараңыздар. 4 розовый, 1 сары. Енді жаңағы алғашқы өткізген бисерімізден лескамыздың басын өткізетін боламыз. Мінекей. Лескамыздың басын мына тұрған бисерден өткіземіз. Сонда бізде осындай пайда болады. Қараңыздар. Ромашкамыздың жартысы пайда болды. Енді осы лескаға тағы да 2 розовый түсінен өткіземіз. Мінекей. Өткіздік. Енді қараңыздар, енді сарының қасындағы бисерден лескамызды өткіземіз. Мінекей. Сонда бізде осындай ромашка гүл пайда болады. Мінекей, өте әдемі шықты. Енді қараңыздар, осыны былай қарай сырғытып жіберсеңіздер, бұл қозғалады. Былай қарай сырғытамыз және енді келесін тоқимыз. Тура жаңағыдай розовый түсінен 4 бисер өткіземіз. Екі және 3 4. Мінекей 4 бисер өткіздік розовый түсінен. Енді 1 сары түсінен өткіземіз. Мінекей. Енді тура жаңағыдай қайталаймыз. Мұны алғашқы өткізген бисерімізден лескамызды өткіземіз. Мінекей қараңыздар. Өткіздік. Енді осыған енді 2 бисер өткіземіз. Мінекей 1, 2. 2 бисерді өткіздік. Дәл жаңағыдай сарының қасындағы бисерден лескамызды өткізетін боламыз. Мінекей бисерден өткіздік. Қараңыздар, бізде сонда осындай тағы да 1 ромашка пайда болды. Мінекей. Қараңыздар. Дәл осылай жалғастыра бересіздер. Өзіңіздің саусағыңыздың размеріне қарай жасайтын боласыздар. Мінекей мен 9 гүл жасадым, себебі менің саусағыма осы жетеді. Енді осыны қатты тартып байлайтын боламыз. Лескамызды екеуін бір-біріне осылай байлап шығамыз. Бірнеше рет қатты тартып байлаңыздар. Сіздер өздеріңіздің размерлеріңізге қарай может гүлді қосасыздар, может азайтасыздар. Мінекей, артық жерін кесіп тастаймыз. Біздің сақинамыз дайын болды. Қараңыздар.
әр түрлі түсті пайдалансаңыздар болады. Мінекей, мұнда мен көк түсінде жасаған болатынмын, қараңыздар. Может, басқа цвет пайдалансаңыздар болады, өздеріңізге ұнаған. Мінекей, біздің сақиналарымыз осылай көрінетін болады. Қараңыздар, өте әдемі шыққан. Мына тұрған жемшугі бар сақинаны келесі видеода көрсететін боламын. Қош сау болыңыздар.